Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыз квадрат түбірдің қасиеттері. Ал енді елестетіп көрейік. Көп оқушылар айтып жатады, бізде өріктің түбірі ол қарбыз бен бананның түбірлерінің көбейтіндісіне тең деп. Бұл жерде қандай да бір логика бар ма? Бар болса, ол қандай? Оны біз бүгінгі сабағымызда қарастырып көрейік. Ал ендеше мына мысалға қараңыздар. Түбірасты 2 қосылған түбірасты 3. Бұны айтуыңыз мүмкін, ой, оп-оңай ғой, 2-ге 3-ті қосса, ол бізде түбірасты 5-ті береді деп. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Бұлай қосуға болмайды түбірлерді. Түбірлерге қандай да бір амалды қолдану үшін оның қасиеттерін ескеру қажет. Ендеше келесі мысалды қарап көрейік. Ол бізде 3 түбірасты 2 қосу 7 түбірасты 2. Бұны бірден қоса салу бізге қиын болып көрінуі мүмкін. Сол себепті түбірасты 2-ні біз қандай да бір айнымалы деп қарастырайық. Мысалы, x болсын. Дәл сол секілді, мына түбірасты 2-де x деп қарастырамыз. Сонда бізде жаңа өрнек шығады. Ол 3x қосылған 7x. Ал бұны қосуды біз бәріміз білеміз. Ол бізде 10x-ті береді. Демек, бұл сіздер ойлағандай қиын емес. Мына айнымалыларды енді алып тастайтын болсақ, біз көреміз 3 түбірасты 2 қосу 7 түбірасты 2, ол бізде 10 түбірасты 2-ні береді екен. Ал ендеше тағы бір мысал қарастырып көрейік. Ол бізде түбірасты 3 қосылған 4. Дәл бағанағыдай қосу бізге оңай болу үшін түбірасты 3-ті қандай да бір айнымалымен алмастырайық. Мысалы, y болсын. Бізде жаңа өрнек шықты, ол y қосылған 4. Ал бұл екеуін біз қоса аламыз ба? Әрине жоқ. Демек, бұл дәл осы күйінде қалады. Түбірасты 3 қосылған 4. Ендеше біз тағы келесі қасиетін қарастырып көрейік. Ол бізде түбірасты а, б тең болады түбірасты а көбейтілген түбірасты б. Ол міндетті түрде осы шартпен бірге жүреді. А үлкен немесе тең 0-ден, б үлкен немесе тең 0-ден. Неліктен? Себебі біз мына жақта біздің қасиеттің оң жақ бөлігіне қарайтын болсақ, түбірасты а мен түбірасты б жеке-жеке көбейтінді ретінде жазылған. Ал біз білуіміз бойынша түбірасынан тек қана оң сан және 0 саны тұралады. Мынандай мысалды қарастырып көрейік. Түбірасты 4900. Бастапқы қарағанда бұл бізге түбірасынан шығару үлкен сан қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ біз оны 4900-ді 49 және 100-дің көбейтіндісі түрінде жаза аламыз. Демек, түбірасты 49 көбейтілген 100 болды. Енді біздің қасиетіміз бойынша біз оны жеке-жеке шығарамыз. Түбірасты 49 көбейтілген түбірасты 100 деп жазып аламыз. Ал біз енді түбірасты 49-ды түбірасынан шығара аламыз. Ол бізде 7 және 100, ол бізде 10 болып шығады. Демек, 7 көбейтілген 10, ол бізде 70. Енді бұл түсінікті болса, келесі қасиетіне өтейік. Ол бізде бөлуге қатысты түбірасты б-дан а тең болады. Түбірасты а бөлінген түбірасты б. Бұл мынандай бір міндетті шартпен бірге жүреді. Ол бізде а үлкен немесе тең 0-ден, б қатаң түрде 0-ден үлкен болу керек. Неліктен? Себебі біз жаңағыдай айтып кеткендей түбірасында тек қана оң сан және 0 саны тұралады, ал мына жақта бізде бөлім болғандықтан біз 0-ге бөле алмаймыз. Сол себепті де б 0-ге тең бола алмайды. Ендеше біз мынандай мысал бір қарап көрейік. Практика жүзінде қалай қолданамыз бұл қасиетті? Түбірасты 64-тен 225. Біз қасиеті бойынша жеке-жеке түбірасын алып жазып аламыз. Демек, түбірасты 225 бөлу түбірасты 64. Ал 225 дегеніміз ол бізде 15-дің квадраты, 64 8-дің квадраты. Сонда бізде 8-ден 15, ал бұл өз кезегінде бізге 1,8-ден 7-ні береді. Бізде бұл қасиеттер кері бағытта да қолданылады. Оған мысал қарап көрейік. Бізде мысалға түбірасты б-дан а-ны бөлек-бөлек жазып алдық. Ал енді бізге керісінше осылай түбірасты а бөлінген түбірасты б ретінде берілген мысалды дәл осы қасиет бойынша шығара аламыз. Мынаған қараңыздар.
Түбірасты 32 бөлу түбірасты 2. Біз оны бір ортақ түбірасына жаза аламыз. Қасиет бойынша, ол бізде өз кезегінде түбірасты 32 бөлу 2, ол түбірасты 16, ал 16 түбірасынан 4 болып шығатын бәріміз білеміз. Дәл сол сияқты көбейтіндіні қарастырып көрейік. Бізде жеке-жеке түбірасты 2 көбейтілген түбірасты 18 берілді. Біз оны бір ортақ түбірасына көбейтінді түрінде жаза аламыз. Сонда түбірасты 2 көбейтілген 18, ал бұл бізде түбірасты 36, және сәйкесінше ол түбірасынан 6 болып шығады. Мінекей балалар, біз бүгінгі сабағымызда квадрат түбірдің негізгі қасиеттерін бірге қарап өттік. Біздің парақшамызға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.